Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Өткен видеомда сіздерге жану машинасы туралы көрсеткен болатынмын. Жану машинасына қалай жіп өткіземіз, сол туралы айтқан болатынмын. Бүгін менде осындай шунфа машинкасы, тігін машинкасы. Осыған қалай жіпті өткіземіз, шүрнекке қалай жіп ұраймыз, сол туралы көрсететін боламын. Жаңадан алып жатқан келіншектер білмеуі мүмкін. Сол үшін сіздерге пайдалы болсын дегенім. Ең бірінші, міне мына жерде жібіміз тұрады. Екі жібіміз бар. Жібіміздің ұшын мына тесіктен өткізіп аламыз. Сосын мына ілмегі бар, ілмекке өткіземіз. Одан алып келеміз да. Мына үш тесігі бар. Осы үш тесіктің әрбірінен өткіземіз. Осылай кезекпен кезек әрбір тесігінен өткізу өте маңызды. Мына жерде екі тесік бар. Сол екі тесіктен де өткіземіз. Міне екі тесіктен өткіздік. Енді мына екі ортасынан өткіземіз. Міне мына тарелка сияқтысы бар. Соны екі ортасынан өткіземіз де. Мына тесігінен өткіземіз астына қарай. Одан мына тағы да екі тарелка сияқтысы бар. Соның екі ортасынан өткіземіз. Жоғары көтеріп, мына ілмектен өткіземіз. Одан жоғары қарай мына тесігінен өткіземіз. Астына қарай, мына жерде ілмегі бар, одан өткізіп, астында тағы ілмек бар. Мына ілмектен өткіздім. Енді иненің дәл үстінде кішкене тесігі бар, содан өткіземіз. Енді иненің тесігінен өткіземіз. Бұл машинада солдан оңға қарай инені өткіземіз. Жану машинасында алдынан тіке өткізетін едік. Міне. Енді астындағы шөрнегін қалай саламыз, соны көрсетейін. Міне мынандай шөрнегі. Жіпті орап алғаннан кейін осы жібіміздің ұшы өзімізге қарап тұру керек. Жоғары жақтан. Осылай шөрнекке саламыз. Мына жерде кішкене жырығы бар. Содан жібімізді өткізіп,
өткізіп астынан өтетін жері бар. Міне, осылай өткізіп аламыз. Шөрнегімізге өткізген кезде қатты қысылып қалмау керек. Қолменен шамалы тартқанда жүретін болу керек. Міне. Міне. Қатты тартқан кезде қатты кетіп те қалмауы керек. Осылай мына ашық жері үстіне қарап тұру керек. Осы жерден ине кіріп жібімізді алады. Астындағы жібімізді тартып аламыз. Міне тартып алдық. Енді лапканың астына қарай жібереміз. Енді артық шөрнегімізді, артық жіп орайтынымызды, жібімізді орап, мына жерге қойып қоямыз. Сонда тігіс тігу барысында бұл өзі жіпті орай береді. Оған артық бір жіпті қойып, тура осылай мына тесіктен өткізіп, бері алып келіп, мына жердегі бір тесігінен өткіземіз. Одан мына екі ортасынан өткіземіз жібімізді. Алып келіп, мына тесіктен тағы өткіземіз. Одан кейін жіп орайтынымызға орап қоямыз да, мынау шетіндегі тетігін басып қоямыз, тақап. Қазір мен сіздерге көрсетем. Тігіп жатқанда бұл өзі айналып тола береді. Қазір көрсетейін сіздерге. Қазір мынау өзі толады. Тігу барысында айналып жатыр. Ал қыздар, менің видеом ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздің жазған әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды.